Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Міне алдарыңызда домбыраны оңай тартуға арналған әндер. Аягөз қайда барасың әні, кездесерміз біз әлі әні, түрлі арман әні бар. Яғни осы әдіс арқылы домбырада қалай тарту керек қазір айтатын болам. Бұл жеңіл әдіс арқылы домбыраны қалай тартамыз. Міне барлық түсіндірмесі жазылған. Яғни мұнда екі сан беріледі ғой. Мынадай. Мына жерде көрсетілген. Мысалы 5 пен 5 деген екі сан берілсе, үстіндегі санды домбыраның үстіңгі шегінен басамыз. Астындағы санды астыңғы шегінен басамыз. Мына жерден санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 болса 5-ті басамыз, 4 болса 4-ті. Мынау жоғарыға деген белгі. Міне мынау. Ал мынау төменге деген. Мына жерде барлығы жазылып тұр. Міне 0 болса баспаймыз ешқандай пернені. Міне 0 мынау. Мына 2-сан бір қағыз. Төменге жоғарыға, төменге жоғарыға. Барлығы мына жерде дайын жазылып тұр. Міне. Мынау төменге деген белгі, мынау жоғарыға. Осындай түсіндірмесімен міне сызбаны беретін боламыз. Кім домбыраны бір аптада үйренгісі келеді, міне аз уақытта. Міне осындай әндерді жіберетін боламыз WhatsApp арқылы. Армандастар әні, міне мен қазақпын. Армандастар, құрдастар. Кездесерміз біз әлі әні. Екі әнді тиімді бағада беретін боламыз. Қалаған екі әніңізді береміз. Кездесерміз біз әлі әні. Дүние итермесі. Тек қана мына сандар арқылы санап табасыздар ғой. Мына жерде барлығы жазылып тұр. Осыны жіберем, осы қағазды, сосын барлығы 10 беттей болады. Осы оңай әдіс арқылы міне аз уақытта үйренуге болады. Міне біреулер 4 күнде үйренеді, біреулері бір апта, енді әркім әртүрлі. Күнде тартып жатсаңыз, енді кем дегенде 4-5 күнде үйренуге болады. Тарта берсе. Әркімнің үйренетін уақыты әртүрлі, өйткені ол әркімнің жаңағы қызығушылығына, ықыласына байланысты. Күнде тартып отырса үйреніп кетеді. 4-5 күн болуы мүмкін, бір апта, мүмкін 2 апта. Солай. Тартам десе бір күнде тоқтамастан күн таңертеңнен кешке дейін тартса, ол кезде үйреніп кетуі мүмкін, бір күнде де. Үйреніп кеткенде, яғни жүргізіп тарта алады. Жаттап алуы мүмкін, енді өзіне байланысты адамның. Қайта-қайта тарта берсе жатталады. Бірақ енді бір күнде жаттау қиын, бірақ екі жолы болса да жаттап алуға болады. Аягөз қайда барасың, міне WhatsApp арқылы жіберем. WhatsAppқа жазыңыздар. WhatsApp номер комментарийге жазатын болам. Кім алғысы келеді, комментарийге жазыңыздар. Мені алғым келеді деп. Сразу WhatsApp номер берем, сосын WhatsAppқа жаза қойыңыздар. Мына жерге WhatsApp номер жазам десеңіздер жазып алыңыздар, айтып берейін. 8 776 769 28 07. Міне осындай әндер. Ал комментарийге жазыңыздар.